Түлейдегі түлеу. Бірінші бөлім. Алқабек білезікке ара түнеп, сайырдағы күзеуге жеткенде қарқылтадан жауып тастапты. Шадан нағашысының аулы да бүгін ертең келіп қалар деген үмітпен екі көздері төрт болып, құм арасындағы қыстауға көшуге жиынып терініп, буынып түйініп отырған күйде қарсы алды. Ауыл іргесіне тақар тақамаста аң, пұшпақ тымақты, қозы тері шапанды, алты бірдей қара домалақ бала бұларға қарай иттермен жарыса жүгірді дейсің. Бәрі де қиғаш қас, қысық көз, қоңыр жүз, қайсының ұл, қайсының қыз бала екені айырғысыз көрінген оларға. Алды 12-13-ке келіп қалған, арты 5-6 жас шамасында. Жаяу келе жатқан әкесіне жарыса жеткен тентектер қаумалап қоршап мойындарына асылды. 10 шақты киіз үйдің шет жағын ала, кең қолтықтың күнгей бетіндегі дөңеске тігілген 6 қанат ала үйдің жел жағынан жақындай бере жеткен баланы нағашысы құшырлана иіскеп, мауқын баса алмай, айналсоқтай тоқтап, ақыры олардың алдына отырғызды. Кішкентай Шаған деп таныстырды. Қамкөңіл олардың жүрегі шымыр ете түсті. Кішкентай Шаған. Шадан нағашысының жалғыз қызы, жиен ағасын жатырқамады да, су мылтықтың дізгініне таласты. Олар тымағының төбесінде үкісі бар Шағанның қолын қақпады. 5-6-ға жетер-жетпес қалмақ қызының аяздан домбыққан жалаңаш қолдары қайыс тізгінімен ат басын қақпайлаған, бір қолымен қалмақы ердің қасынан ұстаған. Бұлар алдымен әкесінің ала отауындағы немерелерін бауырына басып отырған Шадан шешесі Сауанның алдына келген. 60-та алқымдаған қара торы, қайратты ана есік алдынан қарсылап, жиеннің маңдайынан сүйген. Қолма-қол ауыл азаматының бірінен тыстан қалмақтың атақты қарабас қойын алдырып, Сауан кемпір көкке қолын жая, көк теңгір деп отқа май құйды. Қазақ жиеніне мал шалдырды. Ауыл аймақ жиылғанша Шадан оларды жеңгесі Жағат отауына кіргізіп, дәм татырып шығарды. Қонағасыға кештетіп келді. Бұрғы марғалдай әкесінен қалған дәстүрше ағайын туыс алдылары, ауыл үлкендері жиылып, бұларды күтіп отыр екен. Оларды ақсақалдар ортасына төрге оздырды. Қара бас ісектің басынан ауыз тегізді. Бұл қалмақша білмейтіндіктен қазақпен аралас-құралас отырған ауыл ғой. Қазақша тіл қатысып көңіл айтты. Сауан ана көзіне жас алды. Қайың астаудағы мол етті тауса, қоңыр салқын шаңырақтан түн ортасы ауа тарқасты. Олар осы үлкен үйде қонды. 5 бірдей Шадан қара домалақтарының бір шетінде Сауан кемпір, бір шетінде олар жатты. Кішкентай Шаған ғана әкесі мен шешесінің қойнында қалған. Таңсыз бере ауыл тегіс оянды. Халқа жақтағы қобда үстінен сары жалқын күн шашырай көтерілген сәтте ауыл тегіс күлікке қонды. 20 шақты түйеге жүк артқан көш қозғалып кетті. Көш қозғалмай жатып, алдын ала айдалған ұсақ мал жорғалап-ақ жер өндіріп тастапты. Тағы мен түйе-күйек аулайтын Шадандай аңшылары адам тектес кісі киікпен де жолығысып қалады екен. Бағзы бір жылдарда Баршынбек әкесі жырғып айтқан кісі киік туралы қилы әңгіме сонарын да сонда естіген. Есейе келе алып барамын деп жүріп, өзі де үз-түзсіз ғайып болды. Осы қобының құмында дүниеге келген Шаған шешесі де әкесіне ерге шыққалы 6 айдың күнгейіне бір келе алмай дүниеден өтіпті. Отандай әке шешесіне қайырылып бір соға алмай кетіпті. Үшеуі де тау басында тағы тіршілік кешіпті. Қобы құмының кісі киігінен бұлардың айырмасы болмапты. Су мылтық үстіндегі оларды жабырқау сезім билеген. Шадан оны жайбарақат қозғалған көштен жалғып кетті деді ме, қырдағы шымқай құла қасқа торы төбел жылқы үйіріне қарай алып жөнелді. Жарау торы атқа мінген нағашысы соңынан тостағандай қатқақ мұз ұшыра шапты. Су мылтық жануар да қолтық жазғысы, сіңір созғысы келіп тықыршулы еді. Алтайдың теріскей бетіндегі Ақжалдың жазығында қасқыр қуғандай
аршындай салды. Оқ бойы озып кеткен ұшпа торыны адыр асырмай тақымдай жеткен. Қырықтың бел ортасындағы қалмақ нағашысының да қаны қызып кетсе керек, ұшқыр торыға қамшыны көміп қалды. Бейшара жануар қара үзгісі келгендей ытырыла жөнелді. Нағашысының үшкіл қалмақы құндыз тымағының құлағы қалбаң қақты. Ұшарындағы бір уыс үкі қауырсыны да жантая бұлғаңдады. Шемендей шермеген құм жондары шегедей қатып жатқан иінге дендеген сайын жылымық білінді. Көште күн құрғатпай аял құрған. Қалың қоян сүйекпен итсегек, жыңғыл мен жамбыл, тораңғыл мен төбішек емініп ақ тұр. Қуаң даланың жүзіндей жалтаң, ықтасынсыз ызғырықты емес, қобы құмарасы ойпаң кебір. Жатаған жыңғыл, бойшаң тораңғы түбіттей тұтасып, шоқ өскен зор жейдемен түйенің сіңіріндей тарбиған алапат жуан сексеуіл алып жатыр. Бауырында қоңыр күздің жылы жаңбыры мен қаулаған сары құрақ, құм құрағы тіс айырмай тіл үйірмей жатып, жайылатын малдың нәрлі азығы. Төбе құм төскейлерінен жер шолсаң, ала шабырлана ереген құмның ашылған күнгейлері күнге үйіп, теріскей жал бауырлары мен жазаң жазықтарына қара дүзгенмен боз қараған үйісқан, кей тұста бірен-саран мәжін тал бой көтерген керімсал өлке көлбейді. Аспанда ашық, кең биік, ауада суық тымық, көкірек қаппайды, бой сергітеді, тау төсіндегідей тән тітіретпейді. Өз анасы Шаған да осы қобының құмында туған. Қарашаның айлы жарық түнде дүниеге келіпті. Жасынан барханның арасында күнмен тұрып, аймен жатқан қалмақ қызы. Қырда да құмда да жусаған жылқымен түнеп, өрген қоймен бел тындырған. Ер көңілді өр мінезді, жаны мәрт, сөзге серт Баршынбек әкесімен де бауыр басқаны, бой түзескені содан болар. Бұның да ата жұрты да, ана жұрты да қойындасқан киіз туырлықтылар. Бұған біткен бар білік әкесінен де, шешесінен де дарған ғой. Бірақ сол тек тағайы мәңгілікке, ұрпақтан ұрпаққа, сүйектен сүйекке жалғасса, азаматы арқалы, әйел заты арналы бола берер меді. Қу ертіс пен қара ертістей, бал ертіс пен ақ ертістей салалана сарқырап, ұлы ертістей еміне еркін жүзер меді, қайтер еді. Баршынбек әкесі бұл 17-18-ге тола қазақ пен қалмақ туралы талай рет тақымдай қозғаған. Таудай өр, даладай кең екі ер жүрек, ел бір замандарда құрбан шала, қан ішіскен бауыр болысқанын, кейін келе қылыш суыра, қан кешіскен жау болысқанын бажайлай түсіндірген. Неден ала балта суырысқанын да аңдатқан. Қырғын қасапты бастаған қалмақ жағы ақыры опат болыпты. Бірен-саран тау сағалаған, құм паналаған, тұқым тірі қалыпты. Күншығыстан келген қысқа бойлы, қысық көзді жау қайсар қалмақтың өзінен де қатыгездігі асып түскен. Жейдесін қанға шылаған, қаруын қанға суарған. Қазақпен де қағысып байқасса керек, қара құрттай Қытай тәңірі тоқтатса керек. Қалмақпен тоқтапты, қазақ кейін қалмағын жоқтапты. Нағашы жұрты сол тағдыры талайсыз қарындастан қалған жұрнақ, торғауыт қалмақ. Әкесінің айтуында, мұның сәби күнінде 6 ай жаздың басында Қыркөбелей, тау сүбелей кержақ орыстар мен қужақ Қытайлар келіпті. Ел жайлауда мал өрісте, жай жадағай, шат-шадағай жатқан жұрт. Қонақтарды ауыл күтіп қарсы алыпты. Жол басшылары шәуешектің қазақтары екен, қызайлар. Ат қосшылары Қытай тектестер екен, сібе солаңдар. Ел үсті шаруалары Алтайды көктей шекара шебін тарту. Мұны естігенде ен жайлаудағы жұрт қозғалып, азамат атқа қоныпты. Қалың қауым бөлініп кете жаздапты. Әсіресе қыстауы мен көктеуінің үстінен көктей өткелі тұрғанын, екі айрылғалы жатқанын сезген Қожамбет пен Қаратайлар, Ағнайман мен Боралар көтеріліп кетіпті. Ішінде мұның әкесі де бар. Жайсаң мен Бұқтырма жағынан орыс әскері шықса керек. Алтайдың күнгей бетіндегі Сарысүмбе қаласынан да Қытай әскері аттаныпты деген дүңк-дүңк қауесет хабар тисе керек.
Әйтеуір ел ағалары мен ақсақалдар жұртқа басу айтып, Азамат атаулыны әрең ауыздықтапты. Шөптің сонысын жеген, судың тұнығын ішкен, төр Алтайдағы нар найман мен өр керей байсал тауыпты. Айрандай үйіп отырған халық топалаң тегендей аласапыран болмас үшін екі жағы да мәмілеге келіпті. Уәделі сөзге тоқтасыпты. Сол сұм уәде сөзінің тұрақтауын көздепті. Ел мен ел ішіне келгендер сөзге тұрсыпты. Сөз сонары шекара шебі қағазға түссе де, қара жерге түспейді. Қазық қада қағылмайды, хатпен ғана хатталады. Сөзбен ғана шектеледі. Жайлауы бір, қыстауы күнгеймен теріскейде қалған жұрт бәз баяғысындай отыра береді. Көшіп қонам десе еркінде, арғы бетте бергі бетте қазаққа ортақ. Өрісте малы, қоныста жаны бір. Ерен қабырға мен тарбағатай сауырын, жондай шекара сүлбесін қағазға сызғандар Алтайды қақ жүректің басынан бойлай жүріп өтіпті. Алтай арсалана бөлініпті. Уәделі сөз осыған тіреліпті. Ол күндерден бері де қаншама уақыт судай ағып, қардай көшкен. Тәңірге аян, ел іргесі бөліне, ер азамат сүбесі сөгіле қойған жоқ. Аңшы олардың өзі де Алтайдан алай-бұлай ауа жайлап жүр. Орыс орған жағына да, Қытай қырған жағына да жағалай қонады, жайлана жатады. Алтайдың ақтауы мен сартауы сара жұртқа ортақ иін. Жебелей көтеріліп, желдей көшіп қалың қазақ, Алтайдың ұлы қос иінде ерулесіп, құба жонында құдандаласып жатқаны. Әзірге Алтайда құбыладан көтерілген кержақ орыс аз, шығыстан шыққан Қытай жоқ, қарағайдай тұтасқан тұлымды қазақ қана. Айдарлы қалмақ атаулы қасап қырғында кеткен, өсіп өнбеген, мұның ұлы бабалары шалқайған шаңырағын ортасына түсіріпті. Ар жағынан жау жүрек халықтың қирағанын көрген қара Қытай тас ошағын өшіріпті. Көшпелі қарындас қауым жаһаннамға жүз бұрыпты. Бұл туралы Шадан нағашысы да кеңінен қозғаған. Даусы дірілдеп, көкірегі өксікті құсаға кептеліп отырып әңгіме еткен. Шаданның ұлы шешелері осы кіші қобы құмы ішіне қашқан екен. Ер азамат соғыста шейіт кетіпті. Ауылда бала-шаға, кемпір-шал, қыз-қатын ғана қалған. Қытай қаптап келіп қалды дегенде азаматты селдіреген ауылдар бет-бетіне безіпті. Қарсылық құрып, құрық сермесуге де, ажал құшып, қылыш сілтесуге де шамалары келмесе керек. Қазақпен арадағы алапат соғыстан тайлы таяғына дейін үркіп, үдере көшкен. Үрей билеген көшпелі жұрт қарақұрттай, балалаған Қытайдай жауға қарулы қарымта қайыруға дәті де келмегенге ұқсайды. Бастарын да бала-шағаларын да қорғай алмапты. Алма мойынды ғана тосса керек. Қырға қашқандар да, тауға қашқандар да қара Қытайдан құтылмапты. Аранға құлаған құландай харап болыпты. Кей жерде ғана құз қия, құм жыра паналаған жетім жесір шаңырақ аман қалыпты. Шаданның ұлы шешелері де сондай сорлылардың сарқыты. Көк теңгірдің көктен түскен киесі, қобының сұрқымы пана болыпты. Әйтпесе, Шадан тұқым тектілері де қай қалмақ шаңырағынан артық еді. Найзаның ұшы қылыштың жүзінде кетер еді. Қобының қабарған құм төбесінде ой қуған ұлар күртік қарды күтірлете басып, жалпақ жазаңда көк жиде мен жел тораңғының ығында шаңырақ көтеріп, ірге көмген киіз үйлерге қарай аяңдады. Ауылда 2-3 күн ерулеп, етек жеңін жиған. Құм ішіндегі қызыл құмырсқа илеуінің маңынан құдық та қазып қойыпты. Қазан ошаққа ет салысып, отқа май құйысып, қоныстың құтты, босағаның береке болуын тілескен. Жақын күндерде Шадан ұларды ертіп шықпақ. Тек торғауыт текті жұрт жайлансын. Оған дейін қырғауыл мен қоян, түлкі мен қарсаққа қол қандасады. Алдыда ұзақ қыс. Құм іші жылы, құмсақ үсті қатты. Желтоқсанның түнгі суығы болмаса, күндізгі жылымы күртік бетін ерте май жаққандай сылап сипап тастайды. Он шақты шаңырақ құм ішіндегі құйқалы қонысқа байырқаласымен Шадан бастаған ұлар мен кәрі шал, долай жауырыншы, долай бақса аңшылыққа аттанды. Долайдың астында
шудалы шұңнақ бұра, шадан мен ұлар үйреншікті ат үстінде. Тіздесіп жатқан құм төбелерді сауырлай салған олар тоқтаусыз қозғалған. Осыдан күн бұрын ғана жауған көбік қардың қыбы да қырқылмаған. Темірдей тұяқ астында көпсіп жатыр. Шашаны да сулар емес, мұрын шымшыған аяз бар. Бұлыңғыр аспан астында бұлың-бұлың қаққан бүйрек бұйраттарды бетке алған үшеу. Жол түзуші шадан, шал мен ұлар еруші. 70-ке ілінген жауырыншы долайды шадан әдейі ерткен сияқты. Нағашысы шаданнан естуінше, кәрі торғауыт долайдың көрмегені жоқ, естімегені аз. Қобының түйе күйігін аулаған, кісі күйігін торлаған. Жауырынға салып бал ашады, даңғыра қағып бақсы балгерлігін істейді. Бұл жолы да шұнақ құлақ бураның ашамайында даңғырасы ілеулі. Қара қынапты қайқы қылшы белінде асулы. Ол да ат зауырын, жел бауырын жабардай қалың қара тұлыптың астында қалыпты. Күн төбеде қайырлаған, өңі бірақ бозаң, қарда көбең, қабат-қабат қалың құмның арасы да іреңсіз. Жолаушылардың қайғайсы да табиғат арайын қабағынан танып, күннің құбыла қалғанын үнсіз жорып келе жатқаны анық. Шиырлаған жабайы аң құстан басқа істеймеген сүбе қардың ақ сауырын жапқан қызыл иен мен қызыл тікен тұнып тұр. Шіл мен кекілік, қырғауыл мен құр, қоян мен қарсақ қалыңның арасын жымдап, бір мен бүршік деріп, атам заманнан өрт алмаған, балта тимеген жыңғыл, тораңғыл жейде сексеуіл қалыңының бауырына тығылсып қалған. Сұрша құмның іші сыңсыған ұсақ аңқұс. Қалың-қалыңды айнала далаңқайлармен желе жұртқан жолаушылар қанша өндіре жүрсе де, діттеген меже алыс сияқты, жеткізер емес. Атын оқыс тебінген шадан, нағашысы сыңар езулей бұрылған күйі сол қапталдағы жиде мен жыңғыл ұйыса өскен мол қалыңға қойып кетті. Жуан сіңір, тоқпақ жал торы да мұндай жайды күтпесе керек, қиыстай барып көкжеңдей кірді. Аяқтан шалып, тобықтан қағып, төскейден тебінде итерген қалыңға атты адам батпады білем, бірақ әлде қандай жалғыз қырғауыл қанаттары жиде бұтақтарына жалпылдай ілініп, май басқан бауырын еркін жаза алмай патырлай көтерілді. Жүні жығылмаған қызыл қораз қиялай бере нағашысының қарауылына ілікті. Қомдаған қос қабат киіз торылықпен үш аша қосты жауып, қардан аршылған құм төсіне аң терлі тулақтарды қалыңдата төсеп, қос тұлыпты жамылғыға бос тастап, жастануға ерлер мен ашамайды қойды. Долай шал мен ұлар қалмақы қосты үшкілдете тіккенше, шадан да қалың кезіп, қоян қырғауыл атып келді. Қос аузына сексеуіл жағылып, мосы көтерілді. Сексеуілдің қызуы қос ішіне шарпылып, әп-сәтте қазандай қайнатып жіберген. Олар ас ішісі мен ерте жатып қалды. Долай шал ғана тыста қарды шықырлата басып жүріп алған. Желтоқсан орталап, ай жаңалап туған, сәулесі әлсіз, ал құбыла беттің бауырдай күреңіткен іңірдегі табы әлі толық тарқай қоймаған. Таң талаурай даңғыра даусы оятты. Ұлар мен шадан жылы, жабық қос ішіндегі шырт ұйқыларынан шошына атып тұрды. Шадан қалмақша боқтап та жіберді. Екеуі апыл-ғопыл тері шалбар кеудешелерін кие тысқа ұмтылды. Ауа шыңылтыр аязды екен, шығыс көкжиек керіскедей керіле қызара бөртіпті. Алаңқайда мол үйілген сексеуіл жалыны шалқи, қызуы қари жанып жатыр. Ақ қарды айран асыр ерткен от маңында ала ешкінің терісінен тігілген, тізеден түскен тонын иініне іліп, басына дулығадай былғары бөрік киіп алған долай, шетіне шылдырмақ орнатылған толғанайдай даңғырасын басынан асыра көтеріп, кейде кеудесіне баса, саусақтарымен сабалап, аузынан ақ көбік шаша зікір салып жүр. Еріп жатқан қар үстінде жалаң аяқ, жалаң сирақ зыр қағады. Ұлар аңырып қалған. Нағашысы болса, бұрыннан таныспын дегендей, бұрылып жөніне кетті. Бақсы болса, албастысын ауыздықтап алыпты. Қайраты қабындап алған, ол бұла бір күш-қуатқа ие болған. Бет-жүзі қызыл термен шыланып, нарттай қызара албыраған. Жалаңаштанған білегі де от көсегендей көстеңдеп,
Тамырлары білеулене бұдырайып, қызылша шыққандай бөртіп кетті. Бар дүниені ұмытқан, кісі кейіпті шашты сайтандары мен жүн басқан жалды жындары ортаға алған бақсы бұлан-талан, бүлікшіл жындарын жеркелеп, ақ сайтан көк сайтандарын сілкілеп, сіркіреп күшейген ол бұрқы-шарқы, шалдуар шайқы, жалаң аяқ жар жағалап, қызыл аяқ қыр кешетін бағзы бақсылардай долайда дүр сілкініп, қызыл сері қара табан күйде билеп жүр. Бақсының даңғыраға ілескен ұлы биі күйлеп әкетіп барады. Қара жерде дүңк-дүңк даңғыра даусынан солқ-солқ қағады. Сылдыр-сылдыр, шылдыр-шылдыр шыңыл әуен, көңіл тербеп, арс-гүрс, дүрс-дүрс үн жүрек жарады. Жаны боған, жаны кірген бұла бақсы көздері сексеуілдің шоғындай от шашып, перілерін шақыруға кірісті. Қызыл аяқ қар кешкен ол даңғырасын көтере аспанға қарап қалмақша сарнады дейсің. Оның бірақ бақсылық сарынын олар ұға қойған жоқ. Бұрын мұндай бақсылықты естігені болмаса, көзімен көрмеген аңшы жігіт аңырайған қалпы. Көз алдында аш бораша шабынған, арда толқынша тулаған бұла бақсы басын шайқап, күндей күркіреп, селдей зіркіреп әкетіп барады. Олар қарап тұрып жанары мұнартты. Басындағы 5 тал үкісі бұлаңдаған бақсы сарнауын зорайтып, даңғыра соғын күшейтіп әкеткен. Оның алау-далау маңында әлде пері, әлде періште ұялап, адам тектестер асыр сала билеп жүр. Өздері шу-шу, ду-ду, ұлан асыр ұлы тойға еніп, ес-түсін ерік жігерін жым пері иелеп алған сыңайлы. Сезім сауанын суырып әкетіп барады. Бойы да балбырап, иі түскен. Олардың қара төбесінен қара тырнағының ұшына дейін шымырлап қоя берді. Көз алдында қайқы қылыш жыландай сусып, бүйір тұстан сопаң етіп шыға келді. Сол сәт қызған құрғақ құм үстіне түйедей төсін баса бақсы да құлай кетті. Ұзынынан сұлай кетті. Аңшы олардың да булыққан бойын зіл, шулыққан ойын мұнар басып, су түйген қайыстай шераққан жұлын жүйкесі босап отыра кетті. Шадан нағашысы мен күліктердің қарасы да көрінген жоқ. Долай бақсының жаққан қорамал сексеуілі ғана жанғанын қояр емес. Қызуы өрттей шарпып, жалыны жалп-жалп қағады. Жым перлер де жер жұтқандай, жалын тұтқандай зым-зия, қарасы батқан, күнде көтерілген. Сылдырмақты даңғырасын қаққан долайдың иелі жым перлері киелі аруақтары қолдады. Күрең күннің ырайы ашылып, ақшулан аспан зеңгір тартып, жұлдыз біткен жаз күніндей жерге жақындап, кіші қобы құмының сауыры жібіп, тоқты күн туған, шалқалай туған айда шарасыз күйге түскенді. Салмауыр құм сауырлары арасындағы аң құста аңылжыған аптап қысқандай қуат құяр суат-суатқа құлады. Күндізгі жібу түнгі қатқақта қылыштай тұяқ кесіп, жан-жануармен аң атаулына ақтабан қылды. Аңшылардың да күткені осы ақтабан еді. Қатқақ кешті тағылар үйір-үйірімен алысқа ұзай алмай, өрістері тарылып, тарлауды талғам еткен. Қара құйрық пен елік те тұяқ кешті тірліктен қажығандай қызыл табандап сылтып қалды. Бақсы қос басында қалды да, қос аңшы ай жарығымен аттанды. Боз аспан мен бозаң құм қылаңыта қалған. Қылаң ішінен қараң-құраң көзге оңай шалынды. Аяз әлсіз, жан-жануарға аң-құсқа қолайлы. Жайылса да терсе де жайлы іңір. Ай аунамай алдын алған жөн. Екі аңшы да тілсіз ұғысқан. Тағы да тарпаңдай секемшіл сезік алды дегенше, шұрқырай шұбап, желдей жүйткіп қоя бергені. Көзді ашып жұмып та үлгертпейді теңбілдер. Бұлар әлде бір оқшау жетім төбенің биігінен қарауыл қараған. Әлгі төбенің түстік бетін ала өскен аласа қызыл жейденің арасы далаңқай екен. Бүрген баршылық, бүрген басын үзген теңбіл, көк тағылар да бейуаз. Терістік бет құмайт төбе, түстік қана панасыз ашық. Батыс шығыс қос қаптал, қорғандала қоршалған жыңғыл қызыл жейде. Шадан мен ұлар екіге айрылып, қылаң дүниеге қылаңыта сіңді. Аңшы құлағы шуға тұнды. Өзіне деген қауіпті сезінгендей, оқыс, ет жүрегі дір етіп, тағылар жөңкіген айтақыр жаққа жалт қарады.
көзінің оты лап еткен, қылаңытқан дүниеде қарауытқан жануар бұған қарай жұлдызша ағып келе жатқанын аңдады. Сонда ғана шадан нағашысының тағының айғыры торпаңның айғырындай адамға шабады дегені отпен қарып алғандай оралып өтті. Бесатар даусы түнгі тымық ауаны бишіктей осты. Су мылтық та ытырылып кетті. Ағынын басалмаған күйі азбан тағы оқ бойы оза шауып жығылды. Бармақтай дар оқ бұла тағыны мезгілсіз жықты. Қос аяқтай тарпыған, тебіне серпеген жабайы жануардың қасіретті күйі олардың төбе құйқасын шымырлатты. Көзіне жас үйірілді. Даланың жазықсыз жануары өзіне қарсы қаймықпай шамырқана шапқанына, текті біткен кекшілдігіне сүйіне ет жүрегі елжіреді. Кешікпей шоқырақтап шадан да жетті. Жиеніне кедергі келтіргісі келмеді ме, әлде сынағысы келді ме, әйтеуір асықпай жеткен сыңайлы. Қылаңытқан құлақымда ішін тарта қалған. Кебеже қарын құлақта айғана, сол сұп-сұр қалпы жамбастай жылжып барады. Селебелерін суырысқан аңшылар ай жарығымен ылдым-жылдым қимылдап, жануарды тақыр тамақ астынан ора бауыздамай, өндіршек астынан тесе тамақтады. Қорқырай шыққан ыстық қанға алақандарын тосып, уыстарын толтыра жұтып-жұтып жіберді. Сүйсіне тамсанған таңдайлары темір татып, еріндері қызыл қошқыл қанға шыланып шыға келді. Екеулеп жүріп, екі тағының терісін сыпырғанша айда аунап кетті. Құмның қараңғы түні басты, түн ортасынан ауған. Аңшылар лаулата сексеуіл жақты. Әлден уақытта атан мінген долай бақсы да жетті. Енді үшеулеп іске кірісті. Қол көбейіп іс маңдыды. От алауы төңіректі түрленткен. Күн шыға от сөне, аңшылар да аяқ қолдарын жейді. Түнде қарын ішіне тыққан өкпе бауыр, бір қол қарға орнатылған шек қарында қоламта астанда бітеу піскен. Аш қасқырдай жалақтаған аңшылар тағының бұзбай піскен қол етінен балбырата жесіп, өкпе бауыр майлы қарын қартасын шайнамай жұтты. Нағыз қара маңыз мұз үстінде піскен еді. Қол аяғын сұрпы еттей кесек-кесек бұзған төрт теңбіл тағының семіз денесін атанның артына ұзын салма жасап, қос басына сүйретпемен зузалап алып келді. Бір түнде мұншама мол олжаға қарық болған аңшылар қуанысып та қалды. Төрт теріне екі-екіден беттестіре тігіп, екі үлкен тері қанарға тағылардың тәнін толтырып, жиденің көлеңкесіне қойды. Қол аяқтары салдыраған аңшылар жылы қос ішінде талықсый ұйқыға кеткен. Балқарағайдың бармақтай жаңғағы жарылар қаңтар аязы қысқа мезгіл. Алтайдың көрінде, Қаражал қиясының төрінде қыстаған алып ай қоңырдың түйсік тауанында, сезім сауанында сызат бар. Он саусағын сәбидей сорған күре алақанын сиырдай жалаған жыртқыш арсалана түсіпті. Қарашадағы қалжалы күйі жоқ. Жұнттай жұтынған жыртқыштың түгі жылтырап, маймен сылай тарай қойғандай қазір сауыз-сауыз. Көктем туғанша терісі тулақтай шалбарланып, қу сүйегіне ілініп қалары аян. Тек сыр бермейтін сезім сауанына мықтап ұялаған сол бір сызат қана. Шала ұйқылы аңның шыбын жанын қыдырта ереулеген елес соқыр сезіміне сызат салған. Сол жұмбақ елес бір сәт арылған, ажыраған емес, емін еркін билеп алған. Емін еркін елес салқында дымқыл апан ішін бірге мекендеген. Ай қоңырдың ағзасын айнала тұтқан. Үкідей елес мүсін хайуанды елтете түседі. Елеске елтісе де жүрегі қарайып жатыр. Көкірегі сазған сайын ыңырана қозғалады. Әйтеуір әзірге ояна қоймаған. Дем салғандай көтерілген ақшылы елес ырқында ұйқылы ояу сансырайды. Будай жеңіл тартқан бой-бойы балдырдай балбырайды. Саңылаулы қауашағына қорғасындай құйылған, араншыл ағзасына тұмандай шөккен, сызатты сезіміне дәндей бөккен. Әйел затының елесі ай қоңырдың сансыраған қиялында қайықтай жүзеді. Көкпеңбек әлем құшағында ақшыл елес бояуы қанық, сағымдай сусыған сұлу мүсін сиқырлай тартады. Қолаң шашы әппақ арқасын жабай елтеді, ес кетіреді. Ақша бұлттай ашық іреңіде жүзін анық байқатпайды.
жамалын жасырады. Аюдың алып үңгірін иелеген сырлы елес, Айқоңыр көзі қысқы тәтті ұзақ ұйқыға ілінгелі іңірлей еніп, екеуі де бір-біріне бауыр басып қалған. Дөңкейіп жатқан маймақтың демімен ғана жылынған апан ішінде елес те кете қалтырайды. Шыбын жаны шырқырайды. Түнекте тоңған елес қырау қатқан қабырғаларға жанасып, Айқоңырдың баяу соққан қан тамырларына қайтып оралады. Оралған бойда оның қалғыған сезім сауанына ғайыптан сырлы сызат салады. Айқоңыр елестен айға алмай еріксіз елтейді. Кейінгі күндері әйел елес қашқақтап, асқазанның ашымалы көбейген, аю діңкелей берді. Ақыры жеріне жеткен, Айқоңыр ашулана оянып кеткен. Қытымыр қаңтармен сілкіне оянатын мезгілі де жеткен. Гүрілдей оянған Айқоңырдың түйсік тауанынан сынаптай сырғыған жұмбақ елес көз алдында будай ұшып, апанның шығар аузындағы жұдырықтай ғана дем жылтып тұрған жылымға жетіп, жылым аузынан түскен жарыққа сіңді. Тәңірі дарытқан тұнық сезім, тұмса түйсік Айқоңырға ақшыл елестің баяғы сарқырама басында жолыққан жан екенін сезінтті. Кенет дүрсілкінген алып аю жылымнан түскен жарыққа ұмтылды. Өн бойын ара шағып жатқандай аласапыран асау сезім аралаған. Көзі от шашқан қайуан тік тұра көтеріліп, қысқа да әлуетті қолдарын жарық себездеген жылымға тығып, қасат қарды қопара бастады. Күн ұйықтаған мезгіл еді. Жасаураған жанарын ашып жұмған Айқоңыр қоңыр салқын апанынан шығысымен тұла бойы тітіреп, күртік үстінде табан жанып алды да ойға қарай өңкеңдей қозғалды. Арсалана бастаған алып тәнін Алтайдың суығынан қорғағысы келді ме, әлде қыздырынғысы келді ме, еңіске қарай аунай жөнелді. Көк иісі мүңкіген апаннан шыққан аюдың көкірегі де шықтай мөлдір, көгі зеңгір, суық дүниеде ашылып сала берген. Қара жалдың қайсы бір ұры қолтығындағы қайнарлы дөңгелек сазға ашына жеткен ол қызба саздың ызалы қызуынан қалың қар еріп кеткен былқылдақ бойын тіміскілей бастады. Кешікпей көң тастаған жеріндей әлдебір тұсты сояудай тырнақтарымен қопара жөнелді. Шынтақ бойы тереңнен ошақтай қара күзде қара сазға көмген өлексені суырып алды. Бұл екі бүктетілген адамның жалаңаш тәні шағандікі еді. Бассыз тән, саз сорған қан сөлсіз ақжем мәйіт. Қара күзде қара жалдағы қоңыр үйден көтеріп кеткен кемпірдің сүйегі. Өлексе шағырмақ күн көзін өзіне тарта, су соқты саз шөбі үстіне сұлай кеткен. Айқоңырда әлдебір сойқанды іс көз алдына соғып өткендей, қос қолын көкке көтере үрейлі үн шығарды. Тым-тырыс төңірек те азалы үнмен жауап қатты. Қара күзден бері саз сорып тастаған шүйкедей аппақтан қуырылған еттей бірақ уыс болып қалыпты. Ашқарақ апан ауыз Айқоңыр әп-сәтте тауыс тәмам етті. Азынаған көмейінен кей ірі сүйектері ғана өтпеген. Оларды да кеміре мүжіп, қырым етсіз қалдырған. Қан сөліне сылынған ақжем жыртқыштың аш жұмырына жоқ болмаса да жеңіл тиген. Ол енді саз жиегіне таман ерте көктемде көктей көмген бегін іздеді. Тоң жүрмеген шымды оп-оңай аршып, жапырағымен қоса көмген бір құшақтай бекті талғамай шайнады. Бой-бойы бусана қызынып, қаңтардың аязды күн елегенде жоқ. Жаны жай тапқандай масайрап, қысқа қолдарын көтере, құйрық басып, апайтөс көкірегін толтыра, сарайын аша, саф ауа жұтты. Майлы бекте жүрегін қарайтып, қара су төгілген аржағын кілкітті. Жамбасынан саз жиегіндегі жұқа қатқақтың сызы өтсе де, шыңылтыр шуаққа бой алдырып ұзақ отырды. Әлден уақытта бүйректене созылған дөңгелек саздың суағарына еңкейіп, балдыр мен балдырған ілуге беттеді. Күн кешкірмей қамданып қалғысы келгендей, түнгі үскірікке ұрынғысы келмегендей, Айқоңыр да жарлауытты жиектеді. Шала шарпақ қар көмген, қабақ астынан піскен, балдыр-балдырған асады. Қаңтардың қысқа күні шатқал аса, көлеңке түсе қарны тойып, көңілі жайланған Айқоңыр қолат қабырғасын қиялады. Апанына асыққан, көзіне ұйқы тығылып тұрмаса да,
ұлы денесі дел-сал тартқан, ақжем жемтік пен дәмді шөп салт тарттырған мол майлы күйлі денесі ме, қалайда қан тасытпас тыныштық тілеген бір сезім өз ырқына алған. Айқоңыр ашусыз көнген. Айлы алқара көкте жұлдыздар шашыла, аю да апанына көтерілді. Асықпай тыныс алды. Айқоңыр көк мұнар түнге немқұрайдылау ғана көз жүгіртіп, қуынған аптығын басып, тоңазыған тәнін дүрсілкіп, қалың қасат күргейлеген кең апаны аузының жоғарғы жағындағы үңірейген жылымға бой салып қарады. Жылым төбі жылы әрі қараңғы екенін сезгендей бірден беттей қоймады. Әлденені күткендей тоңазыған тәні тосырқап тұр. Қарауытқан мол денесін қозғап-қозғап қояды. Қар заһары қараған алақанын көтере алды. Мұздай әлеммен қоштасқысы келгендей зор даусымен ақыра айқай салды. Сол-ақ екен, түнгі тау арасы азан-қазан болды. Мүлгіген мұңлы орман күңірене күрсінді. Өз даусына разы қош болған қайуан шапшаң қозғалып, қара күздегі күбідей емес, майы қайта бастаған босаң, арсалау денесін қара бауырша созып, таңертең өзі бұзған жылымға жылп ете түсті. Түнгі тұңғиық дүние тына қалды. Қара жердің көк исі мен бауырына төсеген боз арша исі қосыла күлімсілеу аңқыған апанына енген Айқоңыр гүр-гүр етіп жатағын сипап-сипап қойды. Оң жамбасына қарай бүйірлей жатты. Қарға қызынған ыстық алақандарын аузына алды. Әлден уақытта көзі ілініп кетті. Тағы да ақ түсті әйел елес кеп түйсік тауанына қонақтады. Айқоңыр да өз қоңын өзі сорып, елеске елтіп, сәбидей балбыраған күйі байырқа тапты. Алып апан ішін көрдей қараңғылық құшағына алып, жылы демнен желіндеген бу басты. Аю танауының ысқырықты шуылы шықты.